саламатсыздар. Дәл қазір мына жерде көркем фильм түсірілуде. Түсірілу тобының ең басты адамы ол режиссер. Кино режиссер деген кезде біздің көз алдымызға ер азамат елестейді. Алайда бұл киноның режиссері әйел адам. Сонымен, құрметті көрермен, кино түсірілу алаңына қош келдіңіздер. Ұлжан Құлдауованың кино әлеміне қазақ киносының атасы Шәкен Аймановтың өзі әкелді. Шәкен аға Әнуар Молдабеков, Асанәлі Әшімов сияқты кино саналақтарын режиссер өзінің ұстазы деп санайды. Кәсібін аудармадан бастап өнерін көркем фильммен жалғастырды. Қазір екі саламда қатар алып келеді. Режиссер түсіру алаңында өте қатал. Дегенмен барлық анағатан мейірімділік көзінен сезіледі. Ұлжан апай, біздің бағдарламамыз отбасылық болғаннан кейін, бірінші сіздің отбасыңыздан бастасақ. Отанда, қазақылықта, қазақшылықта, азаматтықта бәрі отбасынан басталады. Отбасым, продюсерім осы фильмнің, менің отағасым, күйеуім, Тұрғанбек. Балам Жезқазғанда тұрады. Немерем бар. Мынау қазіргі қалған дүние киноның айналасындағы, енді солардың бәрін өзімше бұлай орналастырдым деп әр адам, әрбір атаны ойлайды ғой, мына киноға кіріскен жағдайым. Қарағым Қыршынкүл. Ат сабылтып келгендегі шаруам өзіңсің. Не дейін? Олар іс болды. Осы мен барымда, нарымда, байлығымда, жастығымда, өмірімде осы менің кином. Куда пошел? Солидно. Солидно мужчина. Көрдің? Қысқа қарадың. А? Вы далеко от стола не отходите. Так, стоп назад. Бірінші киноға түсіп атқандай. Кет! Сұрайын жақырайын. Сіздің түсірілім алаңында қандай режиссер екеніңізді көріп қалдық. Актерларыңыз жұмсаңыз, жұдырығыңызды ашсаңыз, алақаныңызды. Ал үйде отанасы қандай? Үйде мен кәдімгі отбасындағы анамын, әйелмін. Отағасыма ондай сөз жүрмейді. Қазір жаңа айтып жатырсың, жұмсаң жұдырығыңда, ашсаң уысыңда деп. Актер деген халық, оларға жетектеп әкелмесең, ол бір мына әйелдің тілімен айтқанда, елейміз ғой, нанды бүйтіп қоямыз ғой. Содан не шығарасың, бауырсақ шығарасың ба, шелпек шығарасың ба, одан басқа тәтті нан, торт жасайсың ба, ол сенің қолыңдағы нәрсе. Иледе ал қалағаныңды, оны соған келтіру керек. Мысалы, баламен жұмыс істеген кезде, мен бірінші кездері ойлайтым, қалай енді киноға бәрін біліп келдім деуге болмайды ғой. Мен де ойладым, бұл баламен қалай, балалармен де көп түседі себебі. Сонда мен қолыма мысалы кім Әбілқайыр Жұбаныштың баласы Жексен түсті. Әбілқайыр қарап, енді бала аузын ашып қарап отырады. Мен бұлай жасайын ба, бұлай жасайын ба. Соны баланың деңгейіне түсу керек. Қаладан көшіп келген қыз анау. Жүр танысайық. Жүр. Сәлем. Сәлем. Танысып қойайық. Жарайды. Мен сенің көршің болам. Мынау менің досым Қанат. Ал мен Болатпын. Ал сенің атың кім? Менің атым Алтынай. Оны түсіру үшін түсіну керек, баланың деңгейіне түсу керек. Ана балымыздағы жеме, балымыздағы же бірге отырама, отырады. Анау немес жаңа бірден ырғаттың атама, ат бірге. Сол кезде барып бала сені тыңдайды. Сол кезде әрбір актерда сол сияқты. Жанын түсініп, оның жан дүниесіне кіріп, енді 100%-ға не ала алмайсың әрине. 100%-ға алдым деген адам, актерім жұмыс істеттім деген адам өтірік деп айтады енді, ол дұрыс емес. Актер беретін. Сол кезде сол берген кезде алып қалу керек. Анау бір дубль кетті, ол
репетиция дайындық дейді. Екінші дубль технический кетуі мүмкін. Үшінші алатының мінекей сенің. 15 дубльге дейін актерді қуып, ол түк шықпайтын нәрсе. Сондықтан да мен түсіру алаңында, съемочный площадка дейді ғой, түсіру алаңында актердің мен жаңағы айтып, мынаны былай жаса, мына былай жаса дегеннен көрі, актердің нені қалап тұр, нені жасағысы кеп тұр, еркіне жіберем. Еркіне, ол да адам. Ол да творчественный адам, ол актер. Не жасағысы кеп тұр қазір, не айтқысы кеп тұр. Еркіне жіберсең, актер бәрін салады. Құдайға шүкір, оны дестім. Рахмет сізге. Енді арманым жоқ. Қызым, бөпең жылап қалды ғой. Не дейді? Қайдағы бала? Енді оларға да бостандық беру керек. Олардың айтатын сөзі бар. Олардың көрсететіні бар. Ал мына бұлай екен, оң адам бұлай жүр, сценарий қарап, ана күн шығып келе жатыр, қызыл көйлекті ки, шелек тұста бұлай кетіп барасың. Мен сценарий қарап олай жұмыс істемеймін. Оқыдым, көрдім. Оның үстіне өзім түсірген кином сценарийімді өзім жазамын. Актерға бостандық беру керек. Байқауымша сіздің фильмдеріңізде кәсіби емес мамандар түседі, Көбінесе мен мына қазақтың тілін білетін, қазақи сценарийді қазақша жазам, қазақша сөйлеймін. Сол актерлар енді мүмкін менікі қатеде шығар, жаныма жақын дауысы бар. Түсінеді, мен түсінетін сияқты. Сондықтан аламда бізде көшеден алған дейді. Сөйтіп бетімізге басады. Қырғыздан шақырам, Қытайдан келген бітірген өшеде бітіріп Қытайда жұмыс істеп жатқан Баян Әлмақын деген бар. Мен тауқыметімде түскен. Қандай актер, қандай актер. Мына Тоқтарбек Қыдырайып қырғыздікі менде түсті. Қандай актер. Өйтіп көкіме. Үндемегенге өтетіп барасың ғой. Тең-теңмен тезек қабымен деген. Кіммен сөйлесіп отырғаныңды білесің бе? Өз орныңды бер. Я болды. Қарындасым, айналайын, ауылға жүр. Бұл қатының сөзін қайтесің. Жинал, үйге қайтайық. Бұл жерге әрине тілдің несі емес, түсінушілік. Сондықтан да мен көшеден деп сырттан түсірме дұрыс қой, біз айтады. Өзімізде отыр ғой актерлар. Ол дұрыс нәрсе. Бірақ мен мінезім дұрыс емес па білмеймін. Менікі мүмкін тіпті дұрыс емес шығар жасап жатқан. Сыртқа шығыңқырап кетем, сырттан әкелем. Енді қарасайшы, сосын барып, ыңғайсызданып барып. Ашынғанына, Айғаным, Тауқымет, сіздің фильмдеріңіздің барлығын қарап отырсақ, тақырыптар өте ауыр болып келеді. Сіз сценарийді да өзім жазам деп айтып кеттіңіз. Өмірге деген назыңыз бар ма? Неге осындай тақырыптарды таңдайсыз? Көңіліңе келмесін, өмірге деген әрбір адамның назы бар. Мен өмірге ризамын, ештеңе керегі жоқ, маған бәрі дұрыс деген адам өтірік айтады. Өтірік айтады ол адам. Әркімде бір өкпесі бар, ала алмаған бір дүниесі бар, сүйгеніне қол жетпеген бір сезім бар. Бір осыны жеттім ба, жетпедім ба, осыны жасадым ба, ана таудың шыңы бар ғой, соған шықтым ба, шыға алмадым ба, соған шыға алмаған. Әрбір адамда ол нәрсе бар. Көңіл биіктігі. Ол мүмкін содан да шығар, одан да емес шығар. Мен әйел халқының атынан айтатын сөзім бар, әлі де айтып болған жоқпын. Бәрі айтады, неге Нұржамал түсіп жатыр, менде Раушан Дәулетшин түсіп жатыр, Гүлжан Қалыбаева, жақсы актрисалар бәрі, қандай азамат, кинода жүрген азамат қыздар олардың бәрі. Соны енді солардың бәріне осы сұрақты берсеңіз айтады, бар дейді, бар мен өмірім дейді. Бірақ олардың ешқайсысы сырын ашып, кімді көрдің бәрі сырын жайып, мына мысалы сенің сұрағыңа, я осындай еді, я ондай бар. Бірақ менің айтатын жерім камера арқылы айтам, оператор арқылы айтам, Андрей Кузьмин операторым, актер арқылы айтам, актриса арқылы айтам. Менің сөзімді солардың сөйлеуі мүмкін. Неге жоқ болсын, бар, менің назым бар. А оны әлі айтып мен жеткізген жоқпын, үлгірген жоқпын. Алдымда ол әлі. Мен оны айтуға хақым жоқ. Ол менің сырым, ол менің жырым, ол менің жүрегім түкпіріндегі менің жасырын сезімім сияқты. Талай әйелдер
жүрегімнің түкпірінде жатыр. Еркектер айта алады. Мен мынаны сүйдім, осылай болды, қосылдым, болмаса тастап кеттім, айырылып кеттік, махаббат 5-6 ай болды да деп. Менікі де сол сияқты махаббат шығар. Міне жүрегімде жатыр, айта алмаймын. Не болса да, әйел халқы әрқашанда ішінен жұтып. Жоқ. Жазмышты кінәлап қайтем. Нұрбегім тірі. Үмітсіз шайтан деген. Ол тірі. Не болса да, егер жыласа да, түнде жастыққа бетін басып ешкімге көрсетпей. Неге айтпасқа? Айтпаймын. Әйел, қазақ әйелінің қасиеті сонда жатыр. Қазақ әйелінің кемеңгерлігі, қазақ әйелінің аналығы, сезімталдығы, адалдығы, қазақ әйелінің азаматтығы, кішкентай иығымен көтеріп, қандай қиын, бір кездері қапшығын арқалап базарда да жүрді олар. Bir кезде ол туралы түсірдім, сағынышты мен, Шынар Асқарова түсті. Не көрмеді қазақ әйелдері? Үйде не болып жатыр? Мысалы, өзің шығып айтасың ба? Айтпайсың. Мінекей өзіңе қарсы сұрақ беремін. Айтпайсың. Себебі ол сенің жүрегіңнің түкпірінде жатқан. Біреуді сүйдің ба? Айтпайсың сен. Ешкімге айтпайсың. Тіпті қасыңдағы досыңа, дос қызыңа да, дос әйеліңе де айтпайсың. А жүрек бірдей. Мен өмірімде бірінші рет осы сіздердің бағдарламаңызды айтып отырмын. Отағасың, я кино, я үйде. Я маған әйел бол, я киноде. Әрине, кей кезде түсінбеушілік. Сол түсінгеніне рахмет. Осы кезде де мен кино түсірсем, мен түсінгені. Қиналдым да, осы сондай тату тәтті тұрып атымыз жақсы де, мен ондай нәрсеге сенбеймін. Үйде бәрі болады. Мен кетем осылай, 1 айлап, 2 айлап кетем. Үйге келем, азып тозған, балашаға өзің білесің. Тұңғышбай Жаманқұловтың бір сөзін. Мен Тауқыметке түсуге келгенде, бәрі лауазымдалған, халық артисі, бәрін отырардың күйреуінен келді. Қарындасының кеткеніне 1 жылдан астам уақыт болды. Еш хабар жоқ. Әлгі ақсақ кемпір бірдеңе дейтін көрінеді. Шақыр, сөйлесек. Жарайды әке, жақсы. Тауқымет сонда айтты, қалған актерларға сабақ қыл. Ұлжан деді, міне мен келдім деді. Бәр лауазымды есіктің сыртына тастадым деді. Аяғымды үсті басым шешіп, алдыңда Тұңғышбай Әлтарази актер тұр деді. Айт, мен бәрін міне, мен қайдан алдым. Мен де съемкадан келгенде бәрін тастаймын да, үйге кіргенде мен уже әйелімін. Кухняда, ас үйде бәрін жасаймын. Қолына келгеннің бәрін. Өз орныма түсем. А оның бәрін өзіңіз қараңыз, ұстау, екеуін бірдей ұстау деген өте қиын нәрсе. Кино менің махаббатым, кино менің барым, кино менің бриллиантым, кино менің байлығым, менің машинам, анау ішігім тон норковый дейма, ондай киіпті көрген жоқпын әлі. Мен барымды да, нарымды да киноға салған. Соны түсінген, аздап та болса да, мен отағасыма басымды ием. Отбасы деген мінекей, отбасын сұрадың. Отбасы деген сол. Қай күн ол түсінуден қалады, сол күні менен де кино қалады. Өзіңіздің бойыңыздағы әттеген-ай осы мені мінезім-ай дейтін бір мінезіңіз бар ма, өзіңізге ұнамайтын? Әрине бар. Ол бәрімізде бар. Осы мен сондай жібектей жақсы едім деген адам өтірік айтады, тағы да айтайын. Әттеген-ай дейтін мінезім бар, бірақ бірінші мен актермен де, оператормен де, суретшімен де, художникмен де бәрімен тіл табысуға тырысам. Ол режиссердің ең бірінші тіл табысу керек бірінші. Болмаса жұмыс болмайды. Кішкентай мен кіші болам, әрқайсының өз деңгейін тауып тіл табысуға тырысам. Әрине бар. Кинода әттеген-ай деген нәрсе өте көп. Егер кино жайынан сұрап отырсаң, әттеген-айсыз бір кино өтпейді. Мен бәрі қырып тастадым, бәрі ойдағыдай 100%-ға түсірдім. Ол бекер нәрсе. Ондай жоқ. Әттеген-ай бір рет болды менде, алаяқтарды түсіргенімде, Жұбаныш Жексен, Бақыт Қанат түсіргенімде, Андрей
Секен Тұрысбекпен жұмыс істей алмадым. Жазбады, бітті. Неліктен? Қанша бірге жұмыс істеп жүрген адаммын ғой енді творчестволық досым, мен түсінетін, сол жерде екеуміз тіл табыса алмадық. Мен жазбаймын деді, мына киноға деді. Тауқыметте көрдің қандай музыкалар жазды. Ашынғанада қандай, айғанымда қандай, сағынышта қандай, әрбір несі. Секен деген на русском языке говорит, он рожал все вот это. Қазақша айтқанда туды келді өзің несі, төкті. Мынаған айтты, мен жаза алмаймын деді. Оны түсіну керек. Оны тақырып емес демек. Оған ұнаған жоқ. Сол жерде әттеген айым не болды. Секеннің орны ойсырайып тұрды. Ана кісілер берді ғой, дайын музыка алдым, келдім, қойдым. Бірақ түнде ұйықтап жатқанда бір селт етіп оянатын кездерім ғой. Ояндым да киноны көрген сайын мен жерім ауырады. Мен жерде Секеннің музыкасы еді қойды. Шым ете қалады жүрегім. Онсыз да жүректен қалмаған жүрек анау не қылған кездері бір бармағын тістейсің ғой. Неге? Демек мен тіл таба алмадым Секенменен. Тіл тапсам, әкелуім керек еді. Жұмыс істетім. Актерді жұмыс істетіп жатырмын ғой. Ол мен қателігім. Яғни осы жерде мінезіңізден оқыс кетті. Оқыс кетті. Мен тіл таба алмадым, ол мен кемшілігім. Сіздің киноларыңыз көпшілік халыққа арналған ба, әлде бір жекеленген топқа арналған ба? Дұрыс қойдың. Бізде жігіттер кей кезде айтады, ешкімнің атын атамаймын, мен Каннский фестивальға түсіріп жатырмын дейді. Фестиваль үшін түсіріп жатырмын дейді. Мен қазақ көрермен үшін, мен Әділғазыда да сол. Менің сыншымда сол кісілер қазақ көрермен үшін, қазақ киносын солар үшін түсіріп жатырмын. Өмірде дос бола ма? Өмірде бірінші досым менің кином. Сырласым досым. Екінші досым менің отағасым. Киномды көрсетемін, тегіз түсіріп әкелгеннен кейін. Бәрін бетім айтады. Оның сонымен қатар бір үшінші адам бар, Болат Атабаев. Қолдау ба қасқа мынауын қалтуыр дейді. Бітті. Басқа ештеңе айтпайды. Көрсетем. Материалды көрсетеміз ғой, түсірген киноға материал деген. Дос деген солар шығар деп ойлаймын мен. Сол шығар деп. Шындықты бетің айтқан. Амындай сылап сипап, бұл сен жақсы екенсің екен. Ол басқа қасиет шығар, мен білмеймін, ондай түсінбеймін. Мен бетіме сылап сеп, ондай адам жоқ мен қасымда. Онша көп актерларымды жақсы көрмейді мені, шынын айтайын. На 3 минуты, все. Данил, по местам. Куда пошел? Вот, что за народ этот? Тыңдамайды даже. Сядьте на месте. Пошел. Мен айқайлайым, ұрсам, бірақ ар жақ жүрегім адал. Неге олар мені жақсы көру керек? Маған керегі де жоқ жасын. Жұмысын істесін. Жұмысына адал болсын. Оның досы анау жұмысы қазіргі ойнап отырған. А менің досым менің кино. Егерде сіздің мүмкіндігіңіз болса, тағы да мамандық таңдауға кері қайтсақ, қандай мамандық таңдар едіңіз? Менің мүмкіндігім болса, кері қайтпайым. Арманым айтайын ке. Дулат Исабековтың біз соғысты көрген жоқпыз. Соны түсіргім келеді. Осыдан 25 жылын ба, 20 жыл қан мен тер түсірген Әбжамал ағаның сөйлестім ол кісімен. Қан мен терді түсіргім келеді. Бітті, мен кері қайтпайым. Осыны жасасам, мен арманым жоқ. Дулат Исабековтың да біз соғысты көрген жоқпыз. Осыны түсірсем, одан кейін қоям, мінеке, адал сөзім қоям. Біреу айтқан екен, ішуді қоям, жүруді қоям деген, мен қоям одан кейін. Арманым, мінеке. Арманым ол менің. Ұлжан апай, аңсаған арманыңызға жетіңіз. Киносүйер қауымды жаңа киноларыңызбен қуанта беріңіз. Осындай шұғыл қауырт жұмыстарыңызды сырып қойып бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Сендерге де рахмет. Ал құрметті көрермен, мен сіздермен қоштаспаймын. Алдымызда еңлік дайындалған өнерпаз болсан атты айдарымыз күтуде. Бірге тамашалайық.
Жүген ер тұрман әбзелі, ауыздық пен тізгін арқылы ат басын ырыққа көндіру үшін қолданылады. Жүгеннің өрме жүген, қайыс жүген деген түрлері бар. Жүгеннің ат аузына тірелетін бөлігін сағалдырық, екі жағын жақтау, төбеге киілетін бөлігін төбелдірік, кекілін басып тұратын қайысты кекілдірік деп атайды. Ауыздықтың екі жағына ұзындығы 2 метрдей болатын тізгіннің екі ұшы бекітіледі. Секен Нұрғалиев, білімі Крупская атындағы Семей педагогикалық институтында білім алған. Қызметі қолөнер шебері, отбасы жұбайы Гүлжанат, қыздары Индира, Эльмира. Сүйікті ісі қолөнермен айналысу. Жүген үшін қазір маған мен істеп отырғаным, қазір мен тігіп отырмын былғардан. Одан кейін ауыздығын салам, одан кейін мына қалыптамаларды салам. Қалыптамалар дейді, мына штампы ғой, соларды күміс. Тігу қазақтың кәдімгі дәстүрлік тігісімен, ілмек бізбен, одан кейін мұның беті қалыптамамен жабылады. Сонымен баяғы бұл, мысалы, қолмен тіккен тігіс көрінбей қалады, қалыптамамен жапқаннан кейін. Капроны ұжып, сонымен тігемін. Олданы тарамыстан кем емес деген ғой, артық болмаса. Оны түйіп байлау керек, мысалы. Онысында түйіп байлағаннан кейін бұл мына бір жақтауын ғана мен мысалы тіккенім бір жақтауын. Енді екінші жақтауын тігем. Қолданатын желімде қолданамыз мына. Желіммен клейлеп, одан кейін жіппен тігу. Тігістің өзі мұнда шалып тіккен дейді ғой. Ілмек бізбен шалып тіккен. Ал енді мұна тігістердің несі тігілгені ол іс мәшинемен тігілген. А мұна қоспаларын мықты болу үшін қолмен тігеміз. Жүгеннің әлі, одан кейін ауыздығы бар, салуы. Жаңа айттық қой, одан кейін қалыптамалары бар. Сонымен тізгінін салып тігіп болғаннан кейін жұмысы бітеді. Мұрындық дейміз ғой мұна. Мұрындығының тігісі бітті. Енді одан кейін маңдайшасы бар. Маңдайшасының тігісін тігеміз. Маңдайшасын тігіп бастадым. Ілмек бізбен. Бұның да тәсіл сол. Осы сол тігіс ілмек бізбен тігіледі. Мықты болу үшін 4 бұрыш тігіп шығамыз. Мадырақ кетпеу үшін жібін түйіп байлайым. Ендігі тігетін мұны, мысалы, екінші келесі жақтауын тігеміз мұна маңдайлықтың. Осымен айылбас бітеді, енді мұны несін айылбас кейліп нету үшін мұна жерлерін қазір мен мұның тесіктерін жасауым керек. Клей сәл кебу керек. Мұна біріне екі жағына, бұлғарының екі жағына бірдей жақтық қой. Кішкене дегді бағаннан кейін барып қана жақсы ұстайды. Мынау енді біткен күйінде жүгеннің
қалыптамасы салынып, бәрі айылбастары бәрі салынып, ауыздықтары салынғаннан кейін біткен жүген міне осындай болады. Дана халқымыздың көзінің нұры таймасын деген ұрымтал сөзі бар. Осы тілекпен мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.